Сәлем достар, бүгін оригинал креммен медовик тортын жасайтын боламыз. Өте дәмді шығатын рецептің түрі. Кремі қайнатпалы крем өте дәмді шығады, ешқандай қаймақтың сгущенканың қажеті жоқ. Алдымен сүтті ыдысымызға құйып, ысытып алатын боламыз. Ол ысығанша жұмыртқаның үстіне қантты салып, жақсылап араластырамыз. Қатты көпіртудің қажеті жоқ, біркелкі болғанша араластырсаңыздар жеткілікті. Енді осының үстіне крахмалды қосатын боламыз. Егерде крахмал болмаса, оның орнын ұнмен алмастыруға болады. Барлық заттардың мөлшері видеода және описание бөлімінде жазылған. Осы массаны біркелкі қылып жақсылап араластырып алатын боламыз. Одан кейін сүт қатты қайнатпай, ысығаннан кейін осы массаның үстіне сүтті 2-3 ожау құйып, жақсылап араластырамыз. Сүт құйылған кезде біздің жұмыртқа пісіп кетпеу керек, сондықтан араластырып отырыңыздар. Мінекей, шамамен ысыған сүттің жартысы осы массаға құйылды және де біркелкі араластырып шықтым. Енді осы сүттің үстіне осы араласқан массаны үздіксіз араластыру арқылы құйып отырамыз. Бұл массаны үздіксіз араластырып отыруымыз керек, венчикпен сол кезде түбі жабыспайтын болады. Мінекей, шамамен 3 минуттың ішінде осылай қоюланып, біздің креміміз дайын бола бастады. Қайнатпалы креміміздің арасында іртік болмау үшін үздіксіз араластырып отыруды ұмытпаңыздар. Кремге ерекше дәм беру үшін ванилин немесе осы ванильный сахарды қосып араластырамыз. Және де үстіне 50 грамм мөлшерінде майлығы жоғары майды салып, тағы да араластыратын боламыз. Бұл кезде біз газымызды өшіріп қоямыз. Өзі кремнің ыстығымен осы май еритін болады. Мінекей, крем дайын болып қалды. Енді осы қоюлықты таза ыдысқа салып қоямыз. Бөлме температурасында салқындауы керек. Бетін жақсылап тегістеп аламыз да, салафанмен немесе пищевой пленкамен ауа өткізбейтіндей жауып шығамыз. Медовиктің коржегіне кірісеміз. Ол үшін жұмыртқаға қант және таза табиғи балды қосып, жақсылап араластырамыз. Миксермен араластырсаңыздар да болады. Өзім венчикпен араластырып шықтым. Келесі ұнға қопсытқышты қосып араластырып аламыз да, жұмыртқалы массамызға шетінен салып отырып венчикпен араластырамыз. Мінекей, бізде осындай біркелкі қоймалжың масса шығады, өте қою болмайды. Дәл өлшеммен салсаңыздар жақсы шығады. Енді пергамент қағазын төсеп, үстіне құйып шығамыз. Егерде пергамент қағаздарын жабысатын болса, майласаңыздар болады. Менде Пакланның пергаменті, сондықтан бұл жабыспайды. Бірден құя берсеңіздер болады үстіне. Барынша жұқа етіп жаямыз. Енді 180 градуста пешімізге 8-10 минуттың аралығында пісіріп аламыз. Қатты күйіп кетпеу керек. Коржик соғаннан кейін осылай пергамент қағазын ақырындап алып аламыз. Енді коржикті ортасынан бір бөліп, және де бірінің үстіне бірін қойып, тағы да бір рет бөлеміз. Сөйтіп 1/4 бөлік шығады. Байқасаңыздар, коржик сондай жұмсақ шыққан, өте жақсы шығатын рецептің түрі. Медовиктің коржиктары дайын болды. Осы аралықта біздің креміміз де суып болды.
Бұл біркелкі масса болу үшін венчиктің көмегімен бір қабат араластырып жібереміз. Сол кезде қасықпен көргенде осындай қою крем шығады. Әрбір коржиктің үстіне 3 ас қасық кремнен салып, бүкіл жеріне жеткізіп жағамыз. Енді креммен сыртын да қаптап, толықтай жағып шығамыз. Торттың бетін әрлеу үшін южное печеньесін алып, осылай үгітіп шықтым. Сіздер блендерге салып үгітсеңіздер де болады. Аз болғандықтан мен осылай оқтаудың көмегімен үгітіп алдым. Енді үгітілген печеньемізбен тортымызды қаптап шығамыз. Бетіне де осы печеньеден сүйіп шықты. Біздің тортымыз дайын. Енді холодильникке 1 сағатқа салып қоямыз. Холодильниктен шыққаннан кейін бірден кесіп көрсеңіздер болады. Өте дәмді әрі кремі сіңген, өте жұмсақ торт болып шығады. Дәл осы рецептімен үлкен медовик тортын жасасаңыздар да болады. Ол үшін көрсетілген мөлшердегі заттарды 2-3 есе көбейтесіздер. Және де әрбір коржикті жеке-жеке пісіріп аласыздар. Мінекей біздің ауызда еритін өте дәмді балды тортымыз дайын болды. Медовикті осы рецептімен жасап көрсеңіздер, комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Өте дәмді шығатынына сөзсіз. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде осы рецептімен жасаңыздар. Сіздермен болған Альмира ас болсын. Алда талай қызықты рецептілермен бөлісетін боламын. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазсаңыздар болады.